Саламатсыздарбы, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы 1979-1985 жылғы қырғи қабақ соғыс себептері мен салдары. Сол карточкаға байланысты топқа бөлінеміз. Кім қандай кейіпкерді алды? Айтыңдар, топ болыңыздар. Құрметті оқушылар, қазір осы тақырып бойынша видеоматериал көреміз. Бұл біздің тақырыпты ашу мақсатында. Сіздер ме Мұраталды орта мектебінің 9-шы сынып оқушылары. Менің атым Саманта Смит. Мен 1982 жылы небары 10 жаста болған американдық қарапайым қызбын. Сол кезде Америка құрама штаттары мен Кеңес одағы қырғи қабақ соғысы жағдайында болды. Мен газеттерден ядролық қарулар туралы айтып жатқанын оқыдым. Бұл мені қатты алаңдатты. Сондықтан мен Кеңес одағының басшысына хат жазып, неге сіздер бізге соғыс ашқыңыз келеді деп сұрадым. Мен ешкімнің де, әсіресе балалардың бейбіт өмірінің бұзылғанын қаламадым. Кеңес одағы өзінің бейбітшілікке ұмтылысын бітіріп, мені қонаққа шақырды. Менің сапарым бұл жай туристік саяхат болған жоқ. Мен халық дипломатиясының символына айналдым. Менің миссия еңбектеген сәбиден бастап үкімет басшыларына дейін әрбір адам бейбітшілік орнатуға өз үлесін қосатынын көрсету болды. Бұл мәтінде, бұл видеода жаңағыдай 10 жасар баланың, Америка құрама штатының 10 жасар баланың алаңдаушылығы бұл өзінің ары қарай бейбіт өмірі, әлемнің бейбіт болатынына алаңдап, осы хат жазады. КСРО-ның басшысы Андроповқа хат жазады. Бұл хатында айтылады. Бұл мен алаңдап отырмын. Осындай ядролық қарулар көп, өйткені екі мемлекет, КСРО мен ақш мемлекеті өте жаңағыда алпауыт мемлекеттердің құрамында болды. Бұлар өздерінің қару-жарағын арттыра берді. Жаңағыдай ядролық қаруларын, мынау зымырандарын бәрін арттырып, өздерінің жаңағыдай Европадағы нелеріне, НАТОның жаңағы блогына КСРО-ға қарсы жаңағы өздерінің қаруларын жақындатып қойды. Соған алаңдап Саманта Смит 10 жасар бала жаңағыдай хат жазады. Енді қазіргі сендерге осы тақырып бойынша не себептен, қазір сұрақтар қаралады, не себептен солай болды оқиға, сол оқиғаның салдары мен себептерін жазасыздар. Қазір екі топқа бөлініңіздер. Осы екі топтың бірінші топқа сіздерге Горбачев тобы, Рейган тобына 1979 жылы кеңес әскерлерінің Ауғанстанға енгізілуінің себебі қандай болды? Осы сұраққа постерді толтырасыздар, себебіне салдарын жазасыздар. Сіздерге Горбачев тобынан сіздерге сұрақ 1980 жылы Мәскеу олимпиадасы не себепте көптеген елдер бойкот жариялады? Осы сұраққа жауап бересіздер. Мына жерде сіздерге маркер берілді бәрі. Ат душу и надо, народ.
Токио Олимпиадасын не себепті көптеген елдер бойкоттады? Олар КСРОның әскери әрекеті халықаралық заңдарды бұзуды деп саналды. КСРОның 1979 жылы Ауғанстанға әскер енгізуі. 60-қа жуық ел Олимпиадаға қатыспады. Так, сендер топтарыңа сұрақ. Бұл енді 60-қа жуық мемлекеттер Олимпиадаға келген жоқ, иә? Сол мемлекеттердің келмеу себебін айттыңдар. Бұл жаңағы 79 жылы КСРО әскерлері Ауғанстанға кіргендіктен сол елдер 60-қа жуық мемлекеттер бойкот жариялады, иә? Яғни келген жоқ. Жақсы отырыңыздар. 1979 жылы кеңес әскерінің Ауғанстанға енгізілу себебі. Саяси себебі кеңес одағы коммунистік режимді барбар кармалды қолдап ақш пен батыс елдерінің ықпалын тежегісі келді. Әскери себебі Ауғанстан тұрғындарын кеңес одағының оңтүстік шекарасына қауіп төндіруі. Идеологиялық себеп социалистік идеясы тарату және коммунистік үкіметін сақтау. Осы себептердің барлығы кеңес одағын Ауғанстанға әскери енгізуге итермелеуі. Сендерге сұрақ, бұл кеңес одағы жаңағыдай не істегісі келді? Жаңағы өзінің шығыстағы шекарасындағы мемлекетке коммунистік идеяны жаңағыдай дәріптеуге, өзінің жаңағыдай өзіне қарасты коммунистік елдерді көбейтуге Ауғанстанға өзінің әскерін кіргізді. Жақсы отырыңыз. Кеңестік социалистік республикалар одағы жер шарының 6-дан 1 бөлігін алып жатқан орасан үлкен мемлекет. Бұл коммунистік режиммен басқарылады. 15 республикадан құралған және бір ғана партияның қолындағы билік шоғырланған ел. Америка Құрама Штаттары негізінде капитализм жатқан демократиялық республика. Ол әскери үстемдікке ие. Әлемдегі жалғыз ядролық қаруы бар мемлекет, әрі әлемдегі ең қуатты экономика мен өндірісі бар ел. Екі держава Еуропада өз ықпалын кеңейтуге тырысады. ақш Маршалл жоспарына сәйкес еуропалық елдерге олардың экономикасын қайта қалпына келтіру және сауда байланыстарын нығайту үшін қарыздар береді. Ал кеңес одағы өз шекараларын қауіпсіздендіріп, азат етілген елдерде кеңесшіл үкіметтерді орнатуды көздейді. Осылайша Еуропа темір перде деп аталатын екі блокқа бөлінеді. Германияда одақтастар өз бақылау аумақтарын біріктіріп, кеңес одағымен жасалған келісімді бұзады. Бұған жауап ретінде кеңес одағы әлі де одақтастардың бақылауында тұрған Батыс Берлинге блокада орнатады, ал одақтастар қалаға тек әуе жолы арқылы жеткізуге мәжбүр болады. Осы сәттен бастап екі держава бір-бірінен қорқа бастайды. ақш-та коммунистік идеяларды қолдайтын мемлекеттік қызметкерлер қызметтен босатылады. Голливудта антикоммунистік үкім жүргізу құралына айналады. Сырада кез келген оппозициялық әрекет басып жаншылады. Идеология мен ықпал үшін күрестен бөлек, екі держава ғылымда, өндірісте, ғарышта, спортта және қару-жарақта да бәсекеге түседі. Кеңес одағы өндіріс пен қару-жарақты жедел дамыды. 1949 жылы алғашқы атом бомбасын сынақтан өткізеді. Сол жылы ақш батыс блогы елдерінің әскери одағы НАТО-ны құрады. Қырғи-қабақ соғыс кезінде екі держава мен олардың одақтастары арасында көптеген жанама қақтығыстар орын алады. Алғашқысы Легияда болады. Кеңес одағы қолдаған және Югославия қаруландырған коммунистік көтерілісшілер дәстүрлі монархиялық партияға қарсы азаматтық соғыс бастайды. Бұл партияны Ұлыбритания, кейін ақш қолдайды және қаржыландырады. Алайда кейін КСРО Югославиямен одақты үзеді. Осылайша коммунистер аса маңызды қолдаудан айырылады және қаруын тастауға мәжбүр болады. Грекия батыс блогының бір бөлігіне айналады. Қытайда 3 жылға созылған азаматтық соғыстан кейін коммунистер ұлттықшыл күштерді жеңіп, олар Тайваньға кетеді. Кеңес одағы бұл аймақта одақтас табады, ал бұл келесі екі соғысқа айтарлықтай әсер етеді.
Бірінші соғыс коммунистік Солтүстік Корея мен ақш бастаған Біріккен Ұлттар ұйымы халықаралық күштері қолдаған Оңтүстік Корея арасындағы соғыс. 3 жылдық қақтығыстан кейін атыс тоқтайды. Корей түбегі екіге бөлінеді. Екіншісі Қытайдың француздық бұны Қытайдағы жағдайға араласуы. Ол Францияға қарсы коммунистік көтерілісті қолдайды. Және Францияны өз отарында билікті сақтап қалу әрекеттері сәтсіз болғаннан кейін аймақтан кетуге мәжбүр етеді. Вьетнам 17-ші параллель бойынша екіге бөлінеді. Солтүстігі коммунистік, оңтүстігі антикоммунистік. Қозғалысы деп аталатын қозғалысты құрады. Оңтүстік Америкада ақш коммунизмнің таралуын тоқтатуға тырысады, бірақ Кубада төңкеріс жасай алмайды. Сыр ақштың сәтсіздігін пайдаланып, Кубаға дипломатиялық ықпалын арттырады. Аралына әскери кемелер мен әскерлер жіберіліп, ақшқа бағытталған ракеталар орнатылады. Жағдай сондай деңгейге жетеді. Екі елдің әскери теңіз күштері бір-бірінің шабуылын тойтаруға дайын тұрады. Бүкіл әлем демін ішіне тартып, үшінші дүниежүзілік соғыс қателікпен басталып кетеді. Медет күтеді. Басталып кетеді деп ойлайды. Келіссөздер нәтижесінде Сыр ақш Кубаны шабуылдамайтынына және Еуропадағы ракеталарын алып тастайтынына келіссе, өз әскери күштерін алып кетуге келіседі. Вьетнамда ақш коммунистік төңкерістен қауіптеніп, оңтүстікті қорғау үшін 500 миллионнан астам сарбазды қамтыған әскери операция бастайды. Бұл шешім Францияға ұнамайды. Ол жағдайды бейбіт жолмен шешуді жөн көреді. Франция тым агрессивті ақштан алыста, НАТО-дан шығады. 1975 жылы коммунистер соғыста жеңіске жетіп, ақшты жеңеді. ақштың халықаралық беделі қатты түседі. КСРО бұл мүмкіндікті пайдаланып, әлемдік ықпалын қайта күшейтеді. Бір жағынан, ол Африкада жаңадан тәуелсіз болған елдерде билікке келген коммунистік бағыттағы әскери топтарды қолдайды. Екінші жағынан, Ауғанстанда әскери мұджахидтерге қарсы коммунистік режимді қолдайды. Мұджахидтерді басқа елдермен бірге ақш-та қолдап, қаржыландырады. Сонымен қатар, Солы Еуропаға бағытталған ракеталарын заманауи әрі дәл етіп жаңартады. Бұл Еуропадағы ракеталық дағдарыстың басталуына әкеледі. Ол Еуропаны қауіпке тігеді және ақшты өз ракеталарын орналастыруға мәжбүрлейді. Қару-жарақ жарысы күшейеді. КСРО өз жалпы ішкі өнімінің 14%-на дейін жұмсайды. Кеңес одағының қаржысы таусыла бастайды. Дағдарыстың шарықтау кезеңінде ол экономикалық реформалар енгізуге тырысады, бірақ сәтсіз болады. Ақырында екі держава қарусыздану жөніндегі келіссөздерге отырады. КСРО Ауғанстаннан кетеді және Африкадағы коммунистік топтарды қаржыландыруды тоқтатады. Ел реформалар мен ашықтыққа көшуге талпынады. Бірақ бұл тым кеш еді. Басталған наразылықтарды басу мүмкін болмайды. Берлин қабырғасы құлайды. Германия қайта біргеді. 1991 жылы КСРО тарайды, ал оның 15 республикасы тәуелсіз мемлекетке айналады. Қырғи-қабақ соғыс аяқталады. Қырғи-қабақ соғыс аяқталды, Қандай нәтижеге келді? КСРО тарайды, КСРОның жаңағы мемлекеттері өздерінің тәуелсіздігін алады. Ішіндегі жаңағы Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Эстония, Латвия, Литва барлығы өз алдына мемлекет болып жаңағыдай құрылады. Сөйтіп, Қырғи-қабақ соғыстың себеп салдарын экраннан көрдіңіздер. Бұл енді жаңағыдай үшінші дүниежүзілік соғыс басталып кету себептері бола жалдайды, соның барлығы тоқталып, жаңағыдай халық соғыстың бітуіне себепкер болған кісілер, міне Рональд Рейган, Михаил Сергеевич Горбачев, бұл кісілер жаңағыдай өз Женева келіссөзіне отырып, жаңағыдай орта қашықтағы зымырандарды өздерінің нелерінен алып тастайды, база нелерінен, әскери базаларынан, соның бәрі қазір біз бір видеоролик көреміз. Здравствуйте. Мен Михаил Горбачев, Кеңес одағының соңғы басшысымын.
Мен 1985 жылы билікке келгенде ел терең экономикалық дағдарыста болды және қарулану жарысына әскери шығындар тым көп кетті. Бұл жағдайды өзгерту керек болды. Менің негізгі идеям әлемдік қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін коммунизмнің капитализмге қарсы күресінен бас тарту. Ең бастысы, жалпы адамзаттық құндылықтар және ядролық қаруды жою мәселесін бірінші орынға қойып, күш қолданудан бас тарттым және халықаралық мәселелерді тек саяси келіссөздер арқылы шешуге тырыстым. Ауғанстаннан әскерді шығардым. Ел ішінде реформалар, ашықтық және қайта құру өткіздім. Менің мақсатым қауіпсіз және бейбіт әлем қалыптастыру еді. Қазақстанда әрдайым бейбітшілік болсын. Нұраталды ауылында ынтымақ және береке орнасын. Бұл жаңағы КСРО-ның Адыровтан кейінгі басшысы, 85 жылы үкімет басына келді. Михаил Сергеевич Горбачев, оның өзінің жаңағыдай алдында айтып өткендей өзінің ұстанымы болды. Ол халықты жаңағыдай қайтадан жаңарту, халықты жаңағы әл-ауқатын түзеу, жаңағы әскери қаруларды азайту мақсатында болды, Тағы қазір енді ақш президентін көрейік. Бұл кісі де үкімет басына келеді. 1982 жылы. Құрметті Амангелді Несіпбекұлы және Нұраталы мектебінің оқушылары, сіздермен кездескеніме өте қуаныштымын. Мен Рональд Рейган, Америка құрама штаттарының 40-шы президентімін. 1981 жылы билікке келгенде Қырғи қабат соғысының шиеленісі қайта жанданып тұрды. Кеңес одағының Ауғанстанға басып кіруі бейбітшілікке деген үмітті жойды. Америка құрама штаттары тарапынан санкциялар енгізіп, 1980 жылғы Мәскеу олимпиадасына бойкот жариялады. Менің позициям айқын болды. Біз коммунистік қатерге қарсы тұруымыз керек. Мен Кеңес одағын зұлымдық империясы деп атадым. Менің мақсатым әлемдегі еркіндікті қорғау және коммунистік режимдердің таралуын тоқтату. Сондықтан мен Рейган доктринасын іске қостым. Біздің стратегиямыз күш арқылы бейбітшілік орнату. Ең маңызды қадамдарының бірі жұлдызды соғыстар жобасы. Бұл кеңестік зымырандарды ғарыштан атып түсіретін қорғаныс жүйесін жасау. Бұл бастама Кеңес одағының жаңа қарулану жарысына мәжбүрлеп, оның әлсіз экономикасын тығырыққа тіреді. Менің әрекеттерім екі держава арасындағы шиеленісті арттырды, бірақ тарихи тұрғыдан бұл Кеңес одағын реформа жасауға және ақырында өз жүйесінің құлауына итермелеген қысым болды. Енді сендерге тапсырма, оқушылар. Бұнда әр оқушы өз несін тұжырымын айтады. Жаңағыдай әр оқушыға таратылады. Енді сендерге уақыт 5 минут уақыт беріледі. 5 минут уақытта өздерің әр оқушы өзінің тұжырымын айтып, жаңағы президенттер жөнінде, жаңағы өз саясат жөнінде айтып өтеді. Дайындалыңдар. Сканировать интересно.
баштайбыз. Бұл ойында жаңағы сабаққа байланысты сұрақтар тұралған. Ол сұрақтарды жауап береміз. Махаббат соғысы жөнінде. Құттықтаймыз. Жақсы. Иә, екеуміз. Иә, жақсы. 12 сұрақтың 12
жауап берді. Гүлназ, орныңызда тұрыңыз. 11 сұраққа жауап бердіңіз. Назым, 6 сұрақ. Назым, орныңда тұрыңыз. Жақсы. 4 сұраққа? Ажы. Рахмет. Все, тұрады. Ал енді сабақты қорытындылайық. Жаңа берілген тапсырмалар қай оқушы дайын шығып айтуларыңызға болады. Сөзге орында отыра беріңіз. Сұрағы 1980 жылғы Мәскеу Олимпиадасы не себепті көптеген елдер байқотталған? Негізгі нақты себебі кеңес одағының Ауғанстанға интервенциясы болды. Сондықтан 60-қа жуық мемлекеттер байқотқа қатысты. Жақсы, 60-қа жуық мемлекет, яғни Олимпиадаға қатысқан жоқ, иә? Байкотталды. Байкотталды деген сол қатысқан жоқ. Яғни Олимпиадаға келген. Жақсы сұрағыңызға қанағы жақсы баға беремін. Саманта Смит кім және ол КСРО ақш қарым-қатынасына қалай әсер етті? Саманта Смит ақштың 10 жастағы қызы, ол КСРО басшысы Андроповқа хат жазды. Соғыстан қорқатынын айтты. Оның хаты мен КСРОға сапар екі ел арасындағы қатынасты жұмсартып, бейбітшілікке деген сенімді күшейтті. Жақсы, 10 жасар бала жаңағы өзінің алаңдаушылығын білдіреді. Әлемде жаңағы 3-ші дүниежүзілік соғыс болып кете ме деп соған алаңдап КСРО-ның басшысы Андроповқа хат жазды. Қандай? Аял. 1980 жылғы Мәскеу Олимпиадасы не себепті көптеген елдер байкоттады? 1980 жылғы Мәскеу Олимпиадасын елдер КСРО-ның Ауғанстанға әскери енгізгеніне қарсы байкоттады. Байкотты бірінші болып ақш жариялады. Жаңа сен себебін айттың, иә? Себебі Ауғанстан 79 жылы Ауғанстанға әскерлер кіргізген үшін басқа елдер байкоттады. Қандай? Жасырын. 1985 жылғы Женева саммиттің қырғи қабақ соғысқа ықпалы қандай болды? 1985 жылы Женева саммиттің қырғи қабақ соғыстың бәсеңдеуіне ықпал етті. Өйткені ақш пен КСРО басшылары алғаш рет келіссөз жүргізіп, қаруды қысқарту, ядролық соғысты болдырмау, қарым-қатынасты жақсарту туралы ортақ түсінікке келді. Жақсы. Райана, атаға. Саманта Смит және халық дипломатиясы. Төрт сұрақ. Саманта Смит кім? Саманта Смит не үшін танымал болды? Халық дипломатиясы деген не? Саманта Смит халық дипломатиясына қандай үлес қосты? Жақсы сұрағы ол жақсы екен. Ол сұраққа мен жауап берейін. Саманта Смит жаңағы өзінің жасына қарамай, 10 жасар болып, өзінің жолдауын Андроповқа жазып, бүкіл әлемді соғыс отынан аман сақтап қалады. Жақсы. Назым, айталым. Жаңа саясат Африкаға соғысының аяқталуына қалай әсер етті? Жауабы, бұл саясат КСРО ақш арасында сенімді artırып, қаруларын шектеу келісімдерін жасалуына, Ауғанстанға әскери әкетуге және халықаралық шиеленісті төмендетуге жол ашты. Бұл қырғи қабақ соғыстың бітуін саммиттер, Женева саммиті келіссөздердің арқасында қырғи қабақ соғысы бітті. Ауғанстаннан 1989 жылы әскерін шығарды кеңес әскерлерін. Сөйтіп КСРО 91 жылы құлайды. Құлағаннан кейін жандағы өзінің КСРО құрамында болған елдер өзінің тәуелсіздігін алады. Оның ішінде Қазақстан бар. Кім? Горбачевтың жаңа саяси орнату тұжырымдамасының негізгі идеясы қандай болды?
әлемдік қауіпсіздігі жайлы көзқарас ядролық соғыс ешкімге пайда әкелмейді, сондықтан мемлекеттік қақтығысты азайту қауіпсіздік қажет болған. Жақсы, Горбачевтың 85 жылы елге КСР президенті болып сайланады, иә? Андропов қайтыс болғаннан кейін. Жаңа саясат ұстанады, ол кісі жаңағы ядролық қарудан бас тарту, жаңағыдай көптеген өзінің реформасы болады, жаңалыққа бет бұру, әл-ауқатты, КСР-ның әл-ауқатын және экономикасын дамытуға атсалысады. Жақсы. Балдарыңызға, өздеріңізге дойбыдан алып, өздеріңізге бау қойыңыздар. Өздеріңізге бау қойыңыздар. Алтау болса алтау, сендер төртеу болса төртеу. Он сендер тұра тұр, шалпақ. Қай жерге өмір? Іле берсін. Осы жаңа тақырыпқа 150-200 сөзден құралатын қырғи қабақ соғыс туралы эссе жазып келесіздер. Жақсы, рахмет, сау болыңдар.